Бұдан бірнеше мыңдаған жыл бұрын жабайы жылқыларды қолға үйреткен біздің ата-бабамыз екенін білесің бе? Содан бастап ат көшпенділердің жан серігіне айналды. Бірақ әлі күнге дейін біздің де қолға үйрете алмай жүрген жылқыларымыз бар. Ол Пржевальский жылқысы. Сонда олар жабайы ма? Қазір Google-ден қарайыншы. Иә, жабайы. Олардың сыртқы түрі де қолға үйретілген жылқылардан ерекше. Қарашы, жалы қандай, мінезі де басқа. Олар тым асау болады, үйреткенге көнбейді. Олардың атауы да ерекше. Орталық Азияның табиғатын зерттеген орыс саяхатшысы Николай Михайлович Пржевальскийдің құрметіне қойылған. Пржевальский жылқысы табиғи ортада бұдан 100 жылдан бұрын жойылып кеткен деп оқыдым. Бірақ 19 ғасырдың аяғында Қазақстанның кең даласында емін-еркін өмір сүрген екен. Ал қазір ше, бұл жылқылар тек зообақтарда ғана қалды ма? Пржевальский жылқысын ұзақ уақыт бойы тек зообақтарда ұстады. Олардан барынша мол ұрпақ алуға тырысты. Сондай мейірімді, энтузиаст адамдардың арқасында Пржевальский жылқысы аман қалды. Енді оларды бұрын өздері мекендеген жабайы табиғат аясына жіберіп жатыр. Қазақстанда да солай ма? Иә, 2003 жылдың жазында Мюнхендегі хайуанаттар бағынан ұшақпен Алматының әуежайына 8 жылқы жеткізілді. Оларды сол жерден Алтынемел ұлттық паркіне апарды. Ол жануарларға жаңа мекендері қатты ұнаған шығар. Өйткені Алтынемел өте әдемі парк. Иә, олар бірден жерсініп кетті. Осы күні құлан қарақұйрықтармен бірге сол жерді мекендейді. Алтынемелде туылған құлындар да көп. Енді оларды орталық Қазақстанға көшіру туралы жаңа жоба дайындалып жатыр. Қандай керемет! Демек, жабайы жылқылар өзінің байырғы мекені қазақтың ұлы даласында үйір-үйір болып, жайылып жүретін күнде жақын деген сөз.